Так, асықпай бастай берейік. Так, қазір запись қосылды. Енді экранды қосайық. Так, экран көрініп тұр да сіздерге? Иә, көрініп тұр. Бастай қолай болса есепті. Бісміллә. Жалпы математикалық регата туралы естігендеріңіз бар ғой? Математикалық регатаға қатысқандарыңыз да бар шығар араларыңызда. Сол мақсат, осы олимпиадаға қатысудағы мақсат сол регатаға қатысу болып тұр ғой. Иә, қатысқанбыз. Аха. Так, олай болса мен енді есептер таңдап алдым. Соларды шығарып көрейік қазір. 5-6-дай 6 ма 7 ма есептей бар. Соларды шығарып көрейік. Так, әртүрлі кезеңдер, әртүрлі турлар. Так, бірінші бастайық. Бірінші есептен. Так, мынау маған қалалық кезеңде кездескен есеп. Так, пока идеяларыңызды айта берсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ана 2021 көбейту 2023-ті 2022 минус 1, 2022 плюс 1 деп аламыз. Сонда 2022-ның квадраты минус 1 болады. Бірмен бір қысарып кетеді. Идея дальше осындай ғой ары қарай. Керемет. Иә, біз мына 2021 дегенімізді 2022 минус 1, 2022 плюс 1 деп аламыз. И бұдан түсінетініміз, мына жерде 2022 квадраты шығады, азайту 1, и мында 1 қосу деп тұр. Так, бұнда бірлеріміз кетіп қалады. Сосын түбірмен квадратымыз кетіп қалады. 2022 қалады, е? Бұнда 1 қосу 2020 бар мұнда. И мұнда тағы түбір бар, 2019 бар, 1 қосылған. И мұнда 2018. Сіз бұл есепті шығарып бердіңіз? Жаңа Дінмұхамед бет. Таныс есеп алдын көргенбіз. Иә, дұрыс айтып тұрсыз. Идеясы осы да. Негізгі соңғында тұрған нені табу керек. А квадрат минус б квадрат формуласын. И бұл жерде бірлеріміз кетіп отырады екен. Сонда 1 қосылған 2020 көбейту, мына жерде 2022 қап қалды ғой. Енді толық жаза салайын, сіз біліп тұрсаңызда. Так, мына жерде әлі түбір бар. Иә? 2019 1 қосылған, 2018 и 1 қосылған. Так, ары қарай біз не білеміз? Мынаны да дәл солай жасаймыз, иә? 2020 мен 2022-ді мен не деп аламын? 2021-дің квадраты минус 1 деп алсам болады, дұрыс па? 2020, мына 2 көбейтіндіні айтып тұрмын. 2020 көбейту 2022 дегенді мен бағанағы мына бірінші есептегідей алмастырамын. 2021 азайту 1, 2021 қосу 1 деп. Иә? Түсініп тұрсыздар ғой? 2021 азайту 1 деймін, 2020-ны. Ал 2022-ні 2021 қосу 1 деп аламын да. Сонда менде ол қысқаша көбейту формуласымен 2021 азайтылған 2021-дің квадраты азайтылған 1 болады, иә? Яғни 1-дің квадраты ғой негізі. 1 дей салайын просто. Дәл солай бұл жерде де бірлерім кетіп қалады. Түбірдің астында 2021-дің квадраты қалады. И бұл да түбірден шығып кетеді, 2021 бұл. Мұнда 2019 бар еще бізде. 2018. И бұл жерде де жаңағыдай жасаймыз. Сонда менде не болады? 1 қосу 2018, 1 қосу 2019. Соңында 2019 шыға ма? Солай ғой деймін, қазір қарайық. 2019 көбейтілген. Мынада түбірден неше шықты менде? 2021 шықты ғой, иә? Бірлер кетіп қалғаннан кейін. Мына түбірмен қысқарып кетті ғой квадраты. Сонда 2019 бен 2021 қалды. Енді мынаны тағы да жаңағыдай амал жасап жүрем. Сонда 2020 болып кетті, иә? Получается, қараңыз. Тағы да ашып жаза салайық. 1 қосу 2018. Мұнда 1 қосылған 2020-ның квадраты азайту 1 ғой. Тағы да бірлерім кетіп қалады. И 2020-ның квадраты бұл түбірден шығады.
Сонда менде 1 қосылған 2018 көбейтілген 2020 болады, иә? Енді осы жерде менде не қалды? 2019-ның квадраты минус 1 деп аламын ғой, иә? Тура жаңағыдай. Сонда 1 қосылған 2019-ның квадраты минус 1 болады екен. Бірлеріміз кетіп қалады, сонда жауабы 2019 шығады екен. Дұрыс айтыпсыз, 2019 шығады екен. Жақсы. Так, бұл есеп түсінікті деп ойлаймын. Енді сұрақтарыңыз болса, қысылмай сұрай беріңіздер. Жоқ, түсінікті, келесі есеп көрейік. Жақсы. Бұл енді бірінші турдың есебі болған. Сондықтан кішкене жеңілдеу. Так, енді екінші. Так, не істейміз? 5-ке бөлеміз ғой әрқайсысын, менің ойымша. Олай болады. Бірақ мен мынандай әдісті көрсетіп жіберейін енді. Ықшамдап жіберейік. 98 факториалды жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда менде 98 факториалдан не қалады? 1 қалады. 99 факториалдан 99 қалады. Ал 100 факториалдан 98 факториал шығарып жіберсек, 99 көбейтілген 100 қалады. Дұрыс па? Дұрыс қой, 100 факториалды мен 98 факториалға бөлсем, кетіп қалады, 99 мен 100 қалмай ма, көбейтіңіз? Дұрыс. Енді қараңыздар, мынау екеуі менде 100-ді береді. Сонда 98 факториал көбейтілген 100 қосу 99 көбейту 100. Енді мына екеуінен 100-ді шығар десем болады ғой, иә? Сонда не болады менде? 98 факториал көбейтілген 100 көбейтілген 1 қосылған 99. И сонда 100 көбейту 100 бұл біздің квадраты болып кетті. 98 факториал көбейту 100-дің квадраты болды. Енді біз мынандай формуланы білеміз. Жалпы факториалдың ішінде 5 или кез келген сан неше дәрежесіне дейін бөлінетінін анықтау үшін біз мынандай формуланы қолданамыз. Яғни 98 деген санды, получается, біз енді біз p-ның дәрежелеріне бөліп шығамыз ғой. Получается, p-ның дәрежелеріне p1, p2, p квадрат, p куб деген сияқты. Осындай формула бар еді. Неше рет кіретінін анықтайтын. Естеріңізде болса. Яғни неше нөлмен аяқталатын кезде біз 5-терді анықтаймыз ғой. Естеріңізде болса факториалды. Тура солай біз анықтаймыз. Яғни бұл жерде 5-тің бірінші дәрежесіне бөлеміз. 5-тің квадратына бөлеміз. Уже 5-тің кубына біз бөле алмаймыз, уже 0 болып кетеді, соның бүтін бөлігін қарастырамыз. Бұл бізде 98 факториалдың ішінде неше рет бар екенін анықтады. Ал 100-дің квадратының ішінде неше рет бар? Оны жіктеп жерсек, бізде 2-нің квадраты, 2-нің 4-і, 5-тің 4-і болды, дұрыс па? Сонда бұның ішінде 5 4 рет кіреді. Ал 98 факториалдың ішіне неше рет кіреді? Так, 98-ді 5-ке бөлсек, ол бізде мұнда 98-ді 25-ке бөлсек 3, дұрыс айтасыз, 3, сонда бізде 22. Сонда 22 рет кіреді, 5-тің 22 дәрежесіне бөлінеді деген сөз, 98 факториал. Яғни бұл нені білдіреді? 98 факториал бізде бөлінеді 5-тің 22 дәрежесіне. Бізде еще одан бөлек, міне, 100-дің квадраты бар, ол 5-тің 4 дәрежесіне бөлініпті. Демек, осы екеуін көбейткен кезде менде 22-ге 4 қосам, 26 дәрежесіне бөлінеді екен. Түсінікті ма? 98 факториал менде 5-тің 22 дәрежесіне бөлінеді. 100-дің квадраты 5-тің 4 дәрежесіне бөлінеді. Жалпы бізде 5-тің 26 дәрежесіне бөлінеді. Енді осы есеп мен негізі көбісі қателескен. Мен де басында қателесіп шығарып келе жаттым да, мына жерін есептемей кеттім. Мынау бөлінбей қалады ау деп. И 98 факториалды ғана осылай шығарып қойғам. 22 болады ау деп. Или 23 болады деп. Сөйтіп, мына өрнекті ықшамдаған кезде ол 100-дің квадраты болып кетті да. И одан кейін әрі қарай мен уже негізі қысқа уақытта тез шығарған кезде қателесіп кету мүмкіндік көп та, сол үшін кішкене сәл сабырлық керек есеп шығарған кезде. Так, осылай осы есептен отқан болатын бас енді. Түсінікті шығар деп ойлаймын істеуге.
Так, дальше кеттік. Сұрақтарыңыз болса қойып отырсаңыздар болады. Ана жерде ше анау жаңа 5-тің дәрежесін 98 факториалды сөйтіп анау 0 бүтін болғанша бөліп отырамыз ба сонда? Сөйтіп бүтін бөлігін бүтіні нөл. Аха. Мысалға 5-тің кубына бөлінсе, 5-тің кубына бөле береміз. 5-тің 4 дәрежесіне бөлінсе, 5-тің 4 дәрежесіне. Дәрежелеріне бөліп шығамыз. Бүкіл дәрежесіне бөлеміз. Бұл нені білдіреді? Мысалға қараңыз. 1-ден 98-ге дейін сан көбейтінді тұр ғой. И бұл жерден біз не анықтап жатырмыз? 1-ден 98-ге дейін арасында неше сан 5-ке бөлінетінін анықтаймыз. Жалпы 5-ке бөліп тастаған кезде. Негізгі идеясын түсіндіріп отырмын. 1-ден 98-ге дейін 98-ді 5-ке бөліп тастасақ, оның ішінде бізде как раз таки 19 сан, өздеріңіз қараңыз. 5 бар жаңағы санайтын болсақ, ең соңғысы 95 қой. Бұның барлығы менде 19 санды құрайды. Бірақ біз бір нәрсені учитывать етпейміз. Бұлардың ішінде 5 бір-ақ рет емес қой. Түсініп тұрсыздар ма? 5 бір-ақ рет емес. Бұлардың ішінде кейбіреулерінде 5 неше рет кездеседі? 2 рет кездесетіні бар. Ол қандай сандар? Ол мысалға 25 бар, 50 бар, 75 бар. Олар міне как раз нешеу? 3-еу болып тұр. Көрдіңіз ба? Сонда 19 сан 5-ке бөлінеді. Оның ішінде дублироваться ететін 3-еу бар. Сонда барлығы 22 дәреже болып тұр 5-тің. Түсіндір алдым ба? Получается, мыналардың ішінде 5-тің дәрежелері бар, 5-тері бар, каждыйында 5-тері бар. И квадраттардың ішінде 5 2 рет болып кеткендіктен соларды бөлек есептеп алдық. Екінші 5-терін. Түсінікті, иә. Все, онда келесі есепке көшейік. Так, келесі. Идеяларыңызды айта берсеңіздер болады, чатқа жаза берсеңіздер болады, мен қарап отырмын. Кішкене ойланып көрейік. Так, шынымды айтсам білмей тұрмын қазір. Шығарып көрейік. Варианттар бар ма? Или мен айта берейін ба? Ньютон бином бұған келе қоймаса? Сіз қатты кетіп барсыз. Так, қараңыз, жалпы мынандай формула бар. Негізі олимпиадада қараңыз, регата тем более. Оның шығару жолы тез болу керек та. Ана формуламен ашып отыратындай болмау керек. Андай ұзақ уақыт алатындай болмау керек. Оның бір идеясы болады негізі, тез шығаратын. Енді мынандай жалпы көп мүшенің коэффициенттерін суммасын тап десе, негізі мынандай простой x пен көрсете салайыншы просто. Мысалға x плюс мысалға 5-тің квадраты деп тұрса, мысалға x квадрат қосу 10x қосу 25 деген сияқты ғой. И коэффициенттерін жалпы кез келген көп мүшенің axn қосу мысалға an болсын, an-1, xn-1 болсын. И так далее кете береді, соңында a0 болсын. Жалпы біз осындай бір функция болса,
по x деген. Осының коэффициенттерін қосындысын табу үшін x-тің орнына 1 қойсақ жеткілікті. Сонда менде не болады? n бірдің n дәрежесі ол просто 1-ге айналып кетеді. n минус 1 и так далее a0 болады. Получается, менде коэффициенттердің қосындысы шыға келеді. Иә, x-тің орнына 1 қойғанда, иә. Демек, мен әріптердің орнына, қараңыз, әріп әртүрлі бола берсін. Каждый әріптің орнына 1-ді қойып шығамын. a тең 1, b тең 1, c тең 1. И соны есептегенде менде жалпы коэффициенттердің қосындысы шығады. Түсінікті ма? Яғни осындай формуладан шықты. Әріптер басқаша болса да бәрібір орындала береді. Көп болса да орындала береді деген ғой. Сонда біз қойып жібереміз 1 азайтылған 1 қосылған 7 и 2023 дәрежесі болды. И осы жерден 1 мен 1 кетіп қалады. 7-нің 2023 дәрежесі. Енді мынаның соңғы санын анықтай аламыз ғой, иә? Соңғы цифрасын. 4-4-ке бөлеміз ғой, иә. Иә, дәрежесін 4-ке бөле салсаңыздар болады, әрине. И сөйтіп қалдығын анықтаймыз. Қалдығы 3 болады, сонда 7-нің кубы мен бірдей болып қалады екен, иә? 7-нің кубы менде 343 па? Так, 7-нің кубы 343 деп жазайын просто. И соңғы цифрасы менде 3 болады екен. Мынау 2023-ті 4-ке бөлдім. Неге 4-ке бөлдім? Өйткені былайынан жазып шықсаңыздар өзі түсінікті болады. Период пайда болады, бізде 7 квадрат 49. Период 4. Иә, сол периоды 4 болады. Келесі 4-те бізде қайтадан 7-ні көбейткенде 1 болады. 1-мен аяқталады. 5-ші дәрежесі қайтадан 7-мен аяқталады. 6-ші дәрежесі қайтадан 9-мен аяқталады деген сияқты. Соңғы цифрлар қайталанып отырады. 7, 9, 3, 1 деген сандар. Сонда біз 4-ке бөліп тастадық. Қалдығы 3 болды. 3 қалдық. Ал 3 қалдық деген сөз 3-ші тұрған санмен сәйкес келеді деген сөз. 3-ші дәрежемен. Иә, дұрыс айтыпсыз, 3 екен. Мынау Түсінікті ғой, да? кешіріңіз, мынан a тең b тең c тең 1 деген қайдан шықты? Жаңа тыңдай алмай қалған едім мен ше. Так, қараңыз, міне функция көрсетіп жатырмыз сізге. Жалпы мысалға бір көп мүше берілсе, иә? Обычно осындай 11-лерде кездеседі негізі, ұбт-да да келіп қалады ау деймін. Көп мүшенің коэффициенттерін қосындысын анықтау үшін, мысалға мен x-тің орнына 1-ді жазсам, n минус 1 деп тұр ғой. X-тардың дәрежесі қандай болмасын, 1-дің орнына қойғаннан кейін ол 1-ге айналып кете береді ғой. 1-ге айналып кете береді. Сонда оның алдындағы коэффициенттердің қосындысы шығып келеді. Түсінікті ме? Яғни функцияда коэффициенттердің қосындысы бұл олимпиадаларда көп кездеседі негізі. Или былай айту мүмкін. Жұп дәрежелерінің қосындысы деген сияқты болады. Или тақ дәрежелерінің қосындысы деген сияқты. Коэффициенттердің қосындысы деген келеді. Вот сол кезде де біз осындай нәрселерді білуіміз керек. Ал P1 деген бізде бұл получается барлық коэффициенттердің қосындысын береді екен. Менде бұл жерде x-тан ғана тәуелді болып тұр ғой. Ал бізде уже 3 айнымалы болған кезде уже үшеуіне де 1 қойып тастай саламыз деген. Сонда a, b, c айнымалының орнында тұрған нәрсе болып есептеліп тұр ма? Иә. Так, дальше кеттік. Запись жасап жатсыз ба? Ау. Запись жасап жатсыз ба? Запись. Иә. Жақсы, рахмет. Так, дальше кеттік. Мен осы жерде мысалға асыға отырып қарапайым ошибка жібердім. Негізі білетін болсаңыздар сразу айтсаңыздар болады. Идеясын айтсаңыздар. 2023 жақшаның алдынан шығарсақ, ана 1 бөлінген x минус 1 бөлінген x минус 1 жазуға болатын сияқты анан. X минус 1. Келесін тура осылай. Плюс. Енді тыңдаңыз. Менің қателігім дәл осыда болды ғой. Мен тура сіз айтқандай жаздым осылай бәрін. Мендегі қателік не болды деген түсініп тұрсыз ба қазір? Мына жерде мен қазір тура осыны ортақ бөлімге келтірсем не болады? x минус 1 азайту x болады. Сонда номинал кетіп қалады. Керісінше. Иә, керісінше ол керек. Түсіндіңіз ба? Иә. Осы есептің идеясын түсінгем де, бірақ сіз айтқандай жазып шығарып қойғам ғой, қарамай плюс минус болатынына. Содан үшін жаман, бірақ енді көп бал алып тастаған жоқ бұл есеп үшін.
осы есеп шығарған кезде осындай бір қателік жібердім. Сіз айтқандай. Получается бізде орын ауысады, получается. X минус 2, X минус 1. И келесі менде 1 бөлу X минус 2, жоқ, X минус 3, одан кейін 1 бөлу X минус 2. Ну, бәрібір біз түсініп тұрмыз ғой, иә? Тоқтайды. Орын ауыстырып, негізі бұл жерде ше орын ауыстырмай ақ алдына минус бірді шығарса да болатын еді. Бола ма сонда? Иә. Қара салсақ Вот. та болады. Иә. Разница жоқ. Өзім жатсыз болдым. Иә, минусымен шығарайықшы. Жаңағыдай жаза берейік. X азайту 1 бөлу X минус 1. 1 бөлу X минус 1 азайту 1 бөлу X минус 2. И так далее кете береді. Соңында 1 бөлу X минус 2020 минус 1 бөлу X минус 2021. Так, сонда мыналар бәрі кетіп қалады, түсінікті. Менде тек біріншісі мен соңғысы қалады. Ол тең 2022 дейді. 2022. Что-то мынау жылжытайыншы, үйлесімсіз болып кетті. Так, 2022 болады екен. И мен 2023-ті бөліп тастамайын бар жаққа, иә? Сонда 1 бөлінген. Осы жерде наоборот минусты қайтып кіргізе салайын, иә? Лучше, былай жасайық. X минус 2021 1 бөлінген. Азайту 1 бөлінген X десем. Дұрыс емес па? Минусты ішке кіргізе салдым да. И былай жасасақ. 2023 көбейте салайық. 2023 2022. Енді мен ортақ бөлімге келтіріп жіберемін. Сонда 2023x минус 2023 x плюс 2023 көбейту 2021. Дұрыс па? Так, тең. Мына жерде астында x көбейтілген x минус 2021 бар. И менде мына жерде 2022 бар. Бітемін да бұны тоже ортақ бөлімге келтіріп жібере салайын лучше. X минус 2021. И мұнда x минус 2021. Так, енді түсінікті, что бізде 2021-ге және 0-ге тең бола алмайтын, иә? И вообще бірден 2021-ге дейінгі сандарға тең бола алмайтын түсінікті. X-іміз. Так, енді мен тек алымын шығарайын. Сонда менде не болады? Мынау кетіп қалды. Сонда 2022x квадрат минус 2022 көбейту 2021 и минус 2023 көбейту 2021. Так, дұрыс келатыр ма? Бір жерден қате кеткен жоқпын ба? X-ті тастап кеттіңіз ана 2022 мен 21 көбейткен кезде. Аха, жарайды, X бар, иә? Жоқ, бәрібір сандары бір не толып тұр ма деп тұрмын да мен. Так, жарайды, енді осыны енді ветпен шығара саламыз ау, иә? Или қалай? Келмей ма? Тең 0 дейікші. Иә, ветпен шығамын. Так, бізде қандай жауап бар? Так, мына жерде мен изначально Мынаның бәрін 2022-ге бөліп жасап табылады. Иә, Мынау 2022 бөлме қалады емес па? жерден дұрыс. 2022 квадраты ғой. X квадрат. Мынау 2022 квадраты емес, 2022-нің квадраты минус 1 шығар, может. Бөлінбейді ғой. Иә. 21x минус 2023 көбейту 2021 бөлінген 2022. Жарайды. Жаза салдым ал. Так, бөлшекпен шығады екен, ол бәрібір айналып келгенде. Былай істей салайықшы. Өшіріп қазір қайтадан жазамын. В общем, дискриминантпен шығара салайықшы өшіп. В общем, менде x-ім 2023 шығайын деп тұр ғой. Солай болып тұр. X-ім 2023 шығып тұр. Короче, бір жауабым x тең 2023 болады. Минус 1. Ал екінші жауабым не болады? Соңғы бөлімде 1 бөлінген x минус 2021 22 емес па? Сізде мына берілгенде соңғы бөлшекте бөлімде x минус 2022 тұрады.
21. Алдырып кеткен жоқпыз ба бөлшекті бөлімінде? 22 деп тұр ма берілгенде? Ой, Иә, ой, иә, Иә, берілген 22. қараңызшы соңғы Иә, бөлшек. иә, иә, иә. Мен Мен де. тек үстін жазып, астын көрмей қаптым. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Бәсе мен сандарым келмей жатыр да, әйтпесе шығып кетуші еді. 21, 22. Дұрыс айтасыз, мен мына астыңғы жағын көрмей қаппын жаңа. Шығарып отырып, жазып отырып. Так, сонда менде 22 қалу керек екен, иә. 22. Так, онда менде бәрі қысқарып кетейін деп тұр ғой. Көбісі, иә? Солай ма? Мынау нелер жаңа сіздердің иконкаларыңыз шығып тұр ғой мына жақта, зумда, ноутбуктан, содан көрінбей қапты. Астыңғы жақ. Так, енді 2023 x минус 2023 x плюс 2023 көбейту 2022 тең 2022 x минус 2022. Мына жерде x бар. Осылай ма? Осылай болды ғой. Мынау кетіп қалады. Сонда бәрі 2022-ге қысқарып кетеді ғой. Мынаны да 2022-ге бөліп тастасам болады. Сонда менде x квадрат минус Иә, осылай болды. x минус 2023 тең 0. Енді бұдан түсінікті екі жауап шығады. Менде 2023 және минус 1 деген жауап шығады. Все. Бәсе мен неге шықпай жатыр деп қоямын. Оказывается, мен астыңғы жағын көрмей қаппын ғой, соңғы бөлшекті. Кім айтты жерді? Айтқаныңызға рахмет. Көрмей қаппын. Так, түсінікті бұл есеп сіздерге. Жалпы. Иә, әдемі. Негізі идеясын түсінсеңіздер, Иә, түсіндік және қой. жаңағыдай минустан шатаспасаңыздар болды. Главное. Мен сол минустан шатасып, балдан айырылып қалғам. Все, кеттік келесі есепке. Сабақ басып бітті ма? Тапсырма бердің ме? Пока қарап көре беріңіздер.
Так, 110 депті. Дұрыс қой деймін, иә, 110. Бөлсесіз ба? Айтасыз ба? Asus деген. Иә, 110 деген дұрыс сияқты, иә. Так, жарайды, сонда өзім айта берейін. Сурет салып отырсыз ба? Бұрышты параллелограмм тауып тұрамыз ба? Аха. Яғни бізде үшбұрыш берілген, иә? ABC үшбұрышын. Иә, дұрыс айтып отырсыз. Ана кісі параллелограмм суретін салды ғой. Кім сөйлеп жатыр? Так, бізде ABC деген үшбұрыш бар, иә? ABC. И VM деген медиана бар. Сонда бізде медиана болса, негізі мынандай қараңыз, негізі жаңа айтып кеткендей параллелограммға толықтырамыз. Ол үшін біз медиананы 2 есе ұзартамыз. Получается, VM медианасын ұзартамыз. VM-ге тең кесіндіге ұзартамыз. Сонда VM-ге тең болатындай бір қандай да бір мысалға M не болсын мысалға MD бола салсыншы просто, иә? MD дей салыңызшы. Мынау D. Получается, мынау мен мынау тең. Енді қосқан кезде не үшін параллелограмм болатын? Негізі жазып кеткен дұрыс деп ойлаймын, өз басым. Не үшін параллелограмм болады? Себебі мынау бізде бұрыштары тең ғой, иә? Мына жерге қарайтын болсақ. Бұрыш қандай бұрыштар тең? CMD тең болады бізде VMA мен. Созамыз. Осында кесіндіге. CMD мен VMA бұрыштары тең. Және де бізде VM бізде тең болып тұр MD-ға. Және бізде MA тең болып тұр CM-ға. И осы үшеуі бізде үшбұрыштар теңдігінің белгісін құрап тұр. Яғни екі қабырға және арасындағы бұрышы тең болса, оны қандай белгі деп айтушы еді бізде? Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі, иә? Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі. Осы белгі бойынша бізде мына үшбұрыштарымыз тең болып шыға келеді. Сонда получается VMA деген үшбұрышпен CMD деген үшбұрышымыз тең болып шыға келеді. Олай болса бізде не болады? Оның бұрыштары да тең деген сөз ғой. Яғни мынау бұрышпен мынау бұрыш тең болып қалады. Ал бұл бізде ішкі айқыш бұрыштар, иә? VA мен CD-ны түзуін және VD-ны қиюшы деп қарастырсақ, онда мынау мен мынау бұрышпен басқаша цвет алсау керек бітті. Осы бұрыштарымыз ішкі айқыш болғандықтан бізде олар тең болғандықтан мынау параллель екенін дәлелдейміз. Және оның тең екенінен бізде не шығады? Параллелограмм екені шығады. Так, мына жер мен мынау жер тең болып қалды. И бұдан біз дәлелдеп алдық. BA мен CD-ның параллель екенін дәлелдедік, және оның тең екенін дәлелдедік. Ал бұл бізде параллелограммның бірінші белгісі болып келеді уже. Так, бірінші белгісінің дәлелдеуіне кетуге де болады даже. Так, жарайды. Мынау негізі уже екінші белгі ғой деймін, қателеспесем. Параллелограммның белгісі, яғни төрт бұрыш егер диагональдары тең болып не қылса, тең бөлінсе, иә, тең кесіндіге
онда ол бізде параллелограмм деген екінші белгісі болу керек, қателеспесем. Яғни біз параллелограмм екенін дәлелдеген соң, не екені, параллелограмм екені шыққан соң, біз не екенін білеміз. Жаңағы бұрыштарды қолданамыз, иә. Бізде 40 градус екені бар, иә. Қай жерде 40 градус екені бар? А, Б, Д 40 градус бұл. Так, А, Б, Д 40 градус, иә. Мына жер менде қызыл бұрышым как раз 40 градус болып тұр. Так, А, Б мен Б да тең болып қалады ғой. аха. Бізде АБ мен, так, қалай дедіңіз? АБ мен Б, Д. АВ және ВД-мыз тең деп тұрсыз да? АБ және Дұрыс, ВД. Б м X болса, Б да 2X болады, А, Б да 2X болмай ма? 2 есе үлкен ғой. Так, дұрыс отырмыз қазір. Бізде ВМ медиана 2 есе кіші, 40 градус. ВМ X болса, мынау 2X дедіңіз, иә? Сонда тең Б беріліс. м X деп алсақ, А, Б жеті 2X шығады екен осындай. болмай ма? Тоқта тұрыңыз. Так, бізде қайталап жүріңізші. Медиананы X деп алсақ, А, Б 2X болмай ма? 2 есе үлкен ғой. Мгм. И Так. М-ді да X емес па? Иә, М-ді да X, иә. Сонда 2X болып кетеді ғой. Тең беріліс болады. Сонда тең берілі үшбұрыш болады да, Иә. жетпіс жетпіс тең Алғыда болады. тең беріліс болады да. Табандағы бұрыштары тең болады. Ағыда тең беріліп алды. Сонда 110 болып кете ма? Так. Иә, 110 болады. X, 2X. Берілгенде бар ғой, АБ 2 есе үлкен ВМ-нан. Мен соны көрмей жатырмын. Иә, мен не айтып жатырсыз түсінбей жатырмын ғой. Берілген деп жатырмын ғой, иә. Берілген көре Бізде алмай анау жатырмын. Эйлерде берілген, бірақ 40 градус емес, 70 градус деп берілгенде 2 есе үлкен деп. 2007 ма? Мен, берілген что-то түсінбей жатырмын ғой. Қайдан 2 есе үлкен деп алып жатырсыз деп түсінбей жатырмын. АВ ол бізде ВМ-нан 2 есе үлкен екен ғой. АВ ВМ-нан 2 есе үлкен деп жазылып тұр екен ғой. Онда 2 ВМ как раз дұрыс айтып тұрсыз. Мына жерде 2X болса, мынау да 2X болады. Онда тең берілі үшбұрыш пайда болды, иә. Үшбұрыш АВ-ды тең берілі болып қалды. Ол тең берілі. Мына сөзді оқи алмай тұрмын, мына жерде көре алмай тұрмын. Неге өйтіп айтсыз? Так, енді 40 градус болса, мына жер 40 градус болса, Аменді онда 70 түсінікті градус. бізде мына екеуі тең екіге бөлінеді, иә? Тең берілі болса. Сонда 110-ды Жоқ, 140 болады да, 140 2 болса, 140 болса 70-тен болады ғой. 70-тен болады, иә. 70 градустан болады. Е, Получается, енді 70 болса, мынау бұрышым 70 болса, онда мынау жатқан оған айқыш болса, ішкі айқыш тоже. Бұл да 70 градус болады. Сонда 40 пен 70 қоса менде 110 градус шығады, иә. Сонда АБЦ деген бұрыш 110 болатын шығады. Иә, мен медианасы 2 есе кіші екеніне мән бермей кетіп қалыппын ғой. Қалай тең қылып жатсыз деп отырмын. Неге X деп жатырмыз деп, бұрыш пен қабырғаның не қатысы бар деп түсінбей жатырмын. Берілген жазылып тұр екен, иә. Көрмей жатырмын мен что берілген. Так, жақсы. Бізде сонымен соңында шықты 110 градус шықты, иә. Бұнда 70 қосу 40, 110 деп шықты. Так, ары қарай кеттік. Пока қарап көре беріңіздер. Біріншін А, екіншін Б деп алсақ, тең жағы А қосылған Б болатын сияқты ғой. Иә, тура сондай. Ортасындағы шатсында А минус Б.
анау а куб плюс б кубқа салып жіктегенде бірінші жақшасында жаңа екінші теңдіктің мына жағында тұрған жақшаның ішінде тұрған өрнек шығады екен да. Әкел. Оны олай жіктесе қиын болып кетеді ау. Ана А мен В деп алған дұрыс сияқты ең дұрысы. Иә, дұрыс айтасыз. Негізі солай, мен де солай шығарғам. Бірақ почему-то маған толық балл бермеді. Бірақ шешуін қарасам солай берді бізге. Неғып толық балл бермеді, мен түсінбедім. Бұл есепті мен сіз айтқанда шығар. Может, минустан кетіп қалған шығар, бәлкім. Барған жоқпын бірақ. Так, бізде, иә, мына екеуін қосып жүрсек, как раз таки. Мына жерде қосып жүрсек. Иә? Менде не шығады? 4х квадрат минус 2х минус 7 шығып тұр. А ол менде а плюс в-ға тең. Все, енді алмастырып жасай саламыз. А куб қосу в куб тең а плюс в-ның кубы болды. Енді қысқаша көбейту формуласымен аша салайық. А плюс в, а квадрат минус аб плюс в квадрат. И мұнда а плюс б-ның кубы деп өткізейік. Тең 0. Жақшаның сыртына а плюс б-ны шығар жерем. Екінші жақшада а квадрат минус аб плюс б квадрат азайтылған а квадрат минус 2аб минус б квадрат тең 0. Так, бұл жерде квадрат кетіп қалды. Б квадрат пен б квадрат кетіп қалады, а квадрат пен а квадрат кетіп қалады. Сонда менде а қосылған в көбейтілген мұнда минус 2аб қалып қалды. Минус 2аб тең 0 деген шықты. Сонда менде түсінікті ғой. Либо а плюс в 0-ге тең, немесе... Шабы емес па? Минус Қалай? Минус Шабы емес па деймін. Неге шабы? Ана алдында минус абы тұр. Иә. Саннан қате кетіп қалыппын, иә. Мынау абы мен мынау абы шабы. Жарайды, ол 3-2 рөл ойнамайды негізі, бірақ мына жерде қате кетіп қалыппын, иә. А в 0-ге тең. Бұдан а немесе в 0-ге тең, иә. А 0-ге тең немесе в 0-ге тең деген шығады. Так, енді, получается мен а қосылған, получается мен әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіріп шығара салуым керек деген сөз ғой, негізі, иә. Түсінікті ғой, бұл жағы. Иә. Квадрат. Дискриминант бар жағы уже. Иә. 3х минус 5 тең 0. Үшеуінің жауабын ала салам, короче. 3х квадрат минус 5х минус 2 тең 0. И 4х квадрат минус 2х минус 7 тең 0. Получается, осы үшеуінің жауабы как раз таки мен берілген теңдеудің жауабы болады екен. Так, түсінікті, да? Дальше кеттік. Қарап көріңіздер. Пока. Потен айттым. Мына есепте ше, мысалға 2-3 бұрыштың бір төбесі ортақ болуы мүмкін ба? Неге? Мысалға А қабырғасынан бір нүкте, Б қабырғасынан бір нүкте. Жоқ, А-дан, Б-дан, А-дан бір нүкте алып бір үш бұрыш шыға ма? Жоқ, төбесінен Мүмкін, емес. иә. Вообще, бізде қанша мүмкін үшбұрыш салуға болады? Барлық. Онда ортақ бола алады ғой, иә? Бола береді, иә.
Так, бізде 10-ға бөлініп тұр дей ма? 10 нүкте берілген дей ма? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 дейікші. 10 нүкте бар. Онда келесі 11 нүкте дейді. Даже екі төбесі де ортақ бола алады ғой онда, иә? Иә. Так, біреу жауабын беріп тастады ма уже? Жоқ, келмеді пока. Білмедім, Дархан ағай. Солай шығар. Ассалаумағалейкум. Жеті жағдай қарастырамыз ба бұл жерде? Уағалейкум ассалам. Иә. Екі жағдай дегенде. Так, қандай жағдайды айтып тұрсыз? Екі жағдай. Соны айтып кете салсаңыз. Так, біріншісі 3 төбесі 3 қабырғада деп аламыз. Аха, жақсы. Сосын Керемет. екіншісі мысалы екеуі АБ-да, біреуі БЦ-да. Сосын Иә. біреуі Дұрыс айтыпсыз. екеуі БЦ-да. Мгм. Сосын Давайте айтып тұрасыз ба? екеуі Аха. АБ, біреуі и так далее. 10 болса мына жақта 10. Аха, Дархан ағай дұрыс айтып жатсыз. Дұрыс айтып жатсыз. Так, бірінші бізде А, В, С-дан, мысалға, А-дан бір нүкте таңдасам, В-дан бір нүкте таңдасам, и С-дан бір нүкте таңдасам. Онда үш қабырғасында жататын қанша не бар бізде? 1320 ау деймін. Былай терумен шығарсауға болады да негізіндеші. Иә, терумен. Барлық нүктелерді санап аламыз мына жерде. Аха. С қанша мына 30 қанша 30 нүкте шығамыз, сондай шығады. С 30-да 3 деп. 33-те 3 деп. 3 нүктеден таңдап алудың бүкіл әдісін таңдаймыз, бірақ ол АБ қабырғасынан қатар тұрған 3 нүктені алып кетуі мүмкін. Мен АБ қабырғасынан 10 нүктеден мысалы 3 нүктені табам, и азайтып тастаймын. Тура солай БЦ қабырғасындағы 11 нүктеден тағы да 3 нүктені таңдап аламын да азайтып тастаймын. И АС қабырғасынан 3 нүктені таңдап аламын да азайтып тастаймын. Жалпы неден. Сонда бірден шығады негізі. Бірақ мына жердегі А нүктесі, Б нүктесі, С нүктесі ортақ. Соны ескеру керек, жаңа нүктелер санаған кезде. Мен білмеймін, негізі мен Дархан ағайдың вариантымен ойлағанбыз әйтеуір. Сол дұрыс болды негізі. Давайте, сіздің де айтқаныңыз негізі келетін сияқты, бірақ бұл жерде жаңағы төбесіндегі нүктелер деген бар, иә? Б мен С-ның өзі нүкте болып есептеліп кетеді ғой, получается. Екі нүкте бар деген сияқты ғой. Соны айтып тұрсыз ғой? АБ қабырғасында 10 нүкте дегенде ол А төбесіндегі нүкте мен Б төбесіндегі нүкте қосқанда 10 нүкте ғой негізі, иә? Жоқ, олай айтып тұрған жоқ. Ортасында деп тұр. Ортасында. Оны қосу керек онда. 12 нүкте ғой. Так. Дархан ағай, айтасыз ба сонымен? Не болды? Ағайдың айтқан жеңілірек сияқты жолы. Сол жеңілдік па? Так, давайте көрейік. Нешеден таңдайын деп тұрмыз біз? 33-тен үшеу дедік па? 33-тен болды ма? 33 емес ау? 33 па? 33 емес. 36 ау? 36 болып кетті, иә? 36-дан үшеу таңдайықшы. Сонда 36 факториал
бөлінген 3 факториал 33 факториал болды ма? Қысқартып Иә. жіберсек 34, 35, 36. И мында 2 мен 3, 6-ны мынаған қысқартып жіберемін, 6 болады. 6 мен 35 дегенім менде 200, 210. 210-ды 34-ке көбейтейік. 210-ды көбейтейік 34-ке. 7140 шығады екен. Бұл бізде жалпы сіз айтқандай, иә, 3 нүктені таңдаудың варианттарын таптық. Енді бізде алып тастаймыз дедік одан, иә? Бір қабырғада үшеулерді алып тастаймыз дедік. Мысалға, АВ қабырғасында қандай үш не шығуы мүмкін? АВ-да шығатын. Так, АВ-да бізде неше нүкте бар жалпы? 12-де 3 боламасын да, С 12-де 3. С Ato'бесін қосамыз, қоспаймыз сол кезде. Негізі 33 болады, өйткені белгіленген нүктелерде деп тұр ғой, төбелер бар, неше үш бұрыш бар. Сол 33-тен 3 болады деп тұрмын. С 33-тен 3 десек, С 33-тен 3 десек. С 33-тен 3 деп кетсек, тоже болатын сияқты, негізі. И АВ-дан тек мыналарды қарастырамыз. Солай ма? 30-дан мыналарды қарастырамыз. 10, 11, 12-ден 3-ті Жарайды, солай жасап көрейік. Белгіленген нүкте екен. Белгіленген нүкте екен, иә. Давай, солай жасайық. Солай жасайық. Так, бізде не болады сонда? Так, мында 33, 33-тен 3 тастасам 30 кетіп қалады. 31, 32, 33, мында 2 мен 3. 3 номен кетеді 11, 16. 176, 176, 31 көбейтейік. 5456. Пока что бұл барлық нүктелер, иә? Осы нүктелерден үштен таңдаудың тәсілдерін қарастырдық. Осы нүктелердің. Енді бізде болып қалуы мүмкін, тек қана АВ қабырғасынан 3 нүкте болса, бір түзудің бойында жататын. Ол бізде уже 3 бұрышқа жатпай қалады. Соларды алып тастау керек, дұрыс қой. Сонда менде С10-нан 3 деген бар. С9-дан, 11-ден 3, сосын С12-ден 3, иә? Осыларды алып тастау керек, дұрыс па? Иә. 10-нан 3 дегеніміз 10 факториал, 3 факториал, 7 факториал. И мында кетеді 8, 9, 10. Мында 2 мен 3, 3 кетеді 3. Мында 5. Так, 40-қа 3, 240 па? Мында келесі 11 факториал, 3 факториал, 8 факториал. 20 20 ма? Мында келесі 240 20 болу керек ау деймін. 240 120 болады дейсіз бе? Иә, 120 болады. Иә, мен 165 болады екіншісі сында. Так, енді бізде 11 факториалдікі. Так, 9, 10, 11, иә? 9, 10, 11. 9, 10, 11. Астында 2 мен 3, 2 кетіп қалады 5. 15, 165, иә. 165 екен. Так, келесі 12 факториал. 3 факториал мен. Наконец-то. Наконец-то. 220 шығады ол жерден, иә. Бұл жерде бізде 10, 11, 12, 2 мен 3. Кім пятница деп отқан десең? Мен де бір қуанайын. 220. Так, бізде сонда осы сандарды алып тастаймыз ғой. Сонда сіздікі жаңа кім Дархан ағайдікі қанша шықты? Сізде көбірек шықты ғой деймін, Дархан ағай, или азырақ шықты ма? Менде көп шығып кетті, далада жүргенмін ғой. Калькулятормен есептеген. 5, 220. Давайте азайтып көрейік. Сосын мен жауабын салыстырып көрейін. 4951. Негізі бірақ 4951 шығып тұр ма? Дұрыс жауабы қандай негізі? Соны бір қарап көрейінші, мен білмей тұрмын қазір. Бірақ шығарылу жолы жаңа Дархан ағай айтқан сияқты шығарылған да просто. Өзі уже қатесіз болады уже. Онда сол жолды да көрейік та, қалай болған? Давайте екінші жолмен көрейік, иә, екінші жол. Біз айтып тұрмыз ғой, біз пока осылардан, бірақ бәрібір сол осындай вариант шығатын сияқты менің ойымша.
Дұрыс сияқты осы жол. Қазір қарай салайық. Так, бізде қандай варианттар дедік? Егер де екінші тәсілмен жазайық. А-да, В-да, С-дан алатын болсақ, иә? А-В, В-С үш қабырғадан бір нүктеден теріп алсақ, иә? Сонда қанша вариант болады? 10 көбейтілген 11 көбейтілген 12 болады. Аха, 10 көбейту 11 көбейту 12. Сонда бізде неше болды? 1320. 1320. Бұл пока варианттар саны 1320 варианттар саны. Еще мен қосуым керек. Мысалға А-да жататын нүкте, А-дағы жататын нүкте. Иә? Неше менде? 10 нүкте ма? 10 нүктеден екеуін таңдаудың тәсілін, иә? Қосамын В-дағылармен и тура солай мыналармен. Получается, көбейтіп шығамын деген сөз ғой. А-да менде 10 нүктеден екеу таңдаймын, екеу таңдаймын ғой. Осыны мен, получается, мен көбейтуім керек. В-да нешеу менде? В-да 11 ма? 11. 11 и ана 12. Анада бізде 12. Осыны қосқан кезде менде А-мен қосылғандары шығады, дұрыс па? Иә. Есептеп көрейік, салыстырып көреміз жауабын. Аха, соны солай есептеп көрейік деп отырмық. Сонда бізде С10-2 мен қосқанда, қосу дей салайыншы просто. Сонда менде С10-2 көбейту 11 қосу 12 бола ма? 23 болады екен. Сонда С10-2 көбейту 23. Бұдан не шығады? 10-2 дегеніміз 10 факториал бөлінген 8 факториал. 9 бен 10 бөлу 2 болады ғой, иә? 45 болады екен. 45-ті 23-ке көбейтейік. 1035 болады екен. Так, келесі. Тура солай мен В-мен жасай аламын, иә? В-да екеуі жатуы мүмкін. В-да С11-де 2 деп аламын да, бұл жолы мен жақшаның ішіне жаза берейін, иә? А-дан неше нүкте таңдай аламын? А-дан 10 мен 12. 10 мен Иә, 12. Бұл жерде уже 22 болып кетеді екен, да, сонда получается. Так, бұл жерде менде 11 көбейту 10 бөлу 2 көбейту 22, иә? Қысқарып кетеді. 25 көбейтілген. 11 мен 11 121. Да, осылай ма? 1200. Иә. Так, енді келесі соңғы вариант менде ол А-да жатуы мүмкін, дұрыс па? А-да жатқан кезде ол 12-ден 2 деп аламын. И бұл жерде мен 10 мен 11. Так, бұл жерде 12 көбейту 11 бөлінген 2 қысқарып кетеді. И көбейтілген 21, иә? Так, мұнда 66-ны 21-ге көтсек неше шығады? 1386. Қосып шығайық. 1386 қосылған 1210 қосылған 1386 қосу 1320. Дәл осы жауап шықты ғой. Дәл осы жауап. Дұрыс екен. Сіздердің айтқандарыңыз. 4900 бетті. Ау? 900 шығып отырасыз ба? Иә, мен әлі алған жоқпын. Екеуі де әдемі, екеуі де күшті идея екен шынымен. Мен бірінші идея дұрыс сияқты көрінді да, сосын что-то күмәнданып қалдым. Иә. Идеяларыңыз керемет екен. Жаңа кім? Асус деген есіміңіз кім сіздің? Есімім Сағдат. Сағдат. Керемет екен. Жетісу облысы. Бірінші жағдайдағы 10-нан 3 деп алдыңыздар ғой, 11-ден 3 деп, мен соған түсінбедім. Мен өзім анаумен кетіп қалып едім, бананы есептеумен. Қараңыз, бізде мынандай ғой, біз 33-те 3 деген Оны жалпы түсіндім. нүктелерден үшеуді таңдау вариантын тауып алдық та. Бірақ та неге С10-нан 3 деп таңдап жатырық? С10-нан 3 деп таңдап жатқан себебіміз, мысалға 3 нүктеміз осы қабырғада жатып қалса, ол үшбұрышты бермейді ғой. Иә. Сондайлар нешеу болатын тауып алдық. Мындай үш нүктелер қосқанда қандай үшбұрыш болмайтындарды тауып алдық та, получается. А-дан таптық, В-дан таптық, А-дан таптық. И соларды азайтып тастай салдық болды. Керемет екен. Мен мынандай бірден алып тастай салу деген енді ойға келген жоқ, конечно. Только осы вариант болған идеяда. Жақсы. Келесі есепке көшейік, иә?
Так, не болып кетті. Иә, дұрыс. Есебім аяқталып қалды ма не? Мынау соңғы есебім. Ойланып жауап берсеңіздер болады. Білсеңіздер бірден айтсаңыздар болады. Енді мынау республикалық кезең деп тұр. Білмеймін, әйтеуір интернеттен тауып алдым. Жауабын негіздеңіз еді. Қалай? Бір идея айтып көрейінші, бірақ сенімді емеспін. Айтып көріңіз. Ана векторлар бар ғой. КБШ дейді ма? Дәл солай ма? КБШ деп айтсақ та болады. Иә. Вектор десек та болады. Иә, давайте, вектор айтсаңыз қалай болады? Так, қателеспесем, мысалы А нүктесі деп біз 2 мен 5 алсақ, қателеспесем. Б нүктесі деп түбір асты x минус 1 мен 1-ді аламыз ау дейме? Сәл қателесіп кеттіңіз. 2 мен 5 алсақ келмей қалады да, 2 мен x-ті аламыз. Иә, 2 мен x деп алсақ, ананы В деп біз уже түбір асты x минус 1 мен 5-ті аламыз осында. 5-ті аламыз. Скаляр көбейтіндігі көрсеттік. Иә, дұрыс айтасыз. Скаляр көбейтінді бізде не болады? Вектор. Кіші немесе. Иә. Ұзындықтардың көбейтіндісінен кіші немесе тең болады, иә? Естеріңізде. Мен орындар ауысып кетті, разница жоқ жарайды. Мынау түсінікті ғой жалпы, иә, негізі сіздерге. Мынандай ереже бар. Енді дәлелдеу керек болса, мына скаляр көбейтіндіні былай жасасақ та болады, мысалға. Вектор А көбейту вектор бұның ұзындығы көбейтілген косинус альфа десек болады ғой? Бар ғой, иә. И мынандай екі жағын А-ға бөліп жүрсек, сонда косинус альфа тең 1 деген шығады ғой. Ол дұрыс қой. Кіші немесе тең 1 деген. Мынау дұрыс болғандықтан, мынау дұрыс қой. Сонда получается, мынау да дұрыс деген сөз ол. Так. Мына теңсіздікті қолдана бересіздер негізі. Ешқандай дәлелдемес. Так, енді немесе КБШ деп қолдансаңыздар болады, бірақ ол жерде былай жазбайсыздар. Так, енді осы формуланы қолдансақ, бізде не болады? Скаляр көбейтінді деген. Бізде 2-нің түбір x минус 1-ге көбейтіндісі қосылған x-тің 5-ге көбейтіндісі, дұрыс па? Яғни x1 мен x2-нің көбейтіндісі, былайша айтқанда. x1 көбейту x2 қосылған y1 көбейту y2 еді ғой негізі. Бұл жерде x пен y-ның орнында басқа заттар тұр. Түсінікті, иә? Осымен жаз. И ол кіші немесе тең неден? Кіші немесе тең. Енді қараңыз. 2-нің квадраты мен x-ның квадратын қосам. Бұл жерде ше косинус 0 градус болып тұр ғой сонда, иә? Иә. Дәл өзі ғой, дәл өзі. Көбейтілген. И мына жерде түбір асты x минус 1-дің квадраты. И мында қосылған 25, иә? 5-тің квадраты. Енді мынаны жаза салайын тең деп дальше. X квадрат қосу 4. Мына жерде минус 1 қосу 25. Мында x қосу 24 шығады ғой. Енді қараңыз, бізде x-іміз, мынау берілген өрнектен қарайтын болсақ, ол x-іміз бірден үлкен, иә? Үлкен немесе тең. Анықтал облысына қарайтын болсақ. Демек, бұлар мына өрнектердің өзі и так та 0-ден үлкеніне тең ғой. Демек, мен бұларды бір түбірдің астына алып жібере аламын деген сөз. Минус емес болғандықтан. Квадрат плюс 4 көбейтіндісі x плюс 24. Ой, мешать етіп қалдық кішкене. 24. Түсінікті ғой, демек, қатынастар тең болады екен ғой қазір онда, иә. Иә, дәл өзі. Скаляр болу керек қой. Скаляр еттім, коллинияр болу керек, коллинияр. Жазамыз. Егер теңдік орындалады, бізде тек қана А векторы мен Б векторы бізде коллинияр болғанда ғана теңдік орындалады. Коллинияр екен шықты бізде. Яғни коллиниярлық шарты жаңағы сіз айтып тұрған қатынастары тең болады, иә? Сонда түбір асты x минус 1-дің 2-ге қатынасы тең болады 5-тің бөлінген x-қа.
Енді бұны шығарудың өзі бір ғанибет болып тұр ғой десең. Так, қараңыздар. Пропорциямен жасай салайын. Иә. X минус 1 тең 10. Енді тағы да қайтып айтайын. X-ім мынаған қайттан назар аударайық. X-ім үлкен немесе тең 1-ге. Негізі мына жерде функцияның қасиетін, монотондылығын қолданамыз уже мына теңдеу шығару үшін. Мына теңдеу шығару үшін. Функцияның монотондылығын қолданамыз негізі. Бірақ мен бастапқыда бірден үлкен болғандықтан, менен квадраттап жүрсем, екі жағын. Не болады менде? Квадраттап жүрсем. X квадрат, X минус 1 деген зат шығады ғой. И мынау 100-ге тең болады. Дұрыс па? И жақшаны ашып жүрсем. X куб минус X квадрат тең 100 деген шығады. И мына затты қараңыздар. Бізде мынау шарт орындалып тұр ғой. Анықталу облысы, анықталу облысы бірден үлкен дейді. Егер X бірден үлкеніне тең болған жағдайда, X кубымыз үлкеніне тең X квадраттан. Дұрыс па? Осы нәрсе түсінікті ғой сіздерге, бірден үлкен сандар үшін санның кубы ол X квадраттан үлкен болады. Мынау дұрыс теңсіздік. Оны дәлелдеудің қажеті жоқ. Енді мынау дұрыс болғаннан кейін бірден үлкен жағдайда орындалып тұр ғой. Демек, бізде функциямыз x куб минус x квадрат деген функциямыз қандай функция болады? X куб минус x квадрат деген функциямыз. F деп алсақ бір. Fx десек. Қандай функция болады бұл бізде? Бірден үлкен жағында. Өспелі болады ғой, Иә. Яғни бір сарында өспелі, монотонды өспелі деп айтамыз. Өспелі функция. Бірден үлкен жағында. Өспелі болады. Ал егер бұл функция өспелі болса, онда 100 деген, y тең 100 деген бір тұрақты түзумен тек бірақ нүктеде қиылысып өтеді деген сөз ғой. Түсінікті ма? Fx пен gx дей салайын белгілі. Gx. Осы екі функцияның тек бірақ қиылысу нүктесі болады. Осы бірден үлкен жағында. И оны біз наугад тапсақ, дәлелдеген болып есептегенбіз ғой, получается. И оны таба аламыз. Как раз таки 5 болғанда ол 100-ге тең болып кетеді. Сонда жауабы x тең 5. Түсінікті ма? Мына жерде біз не үшін бірақ жауабы бар екенін дәлелдеп кетуіміз керек. Осы 5-тен басқа жауабы жоқ. Өйткені бұл функция бірден үлкен жағын ғана қарастырып жатырмыз. Түбір асты болған соң. И как раз таки ол жақта x куб минус x квадрат дегеніміз өспелі. Немесе негізі басында түбірмен тұрған жерінде де негізі функцияның бір сарын өспелі екенін дәлелдеп кетуге болады, бірақ ол үшін туындалу қажет қой деймін, қателеспесем. Бірақ осы оңайырақ деп есептеп тұрмын. Бірден үлкен жағын қарастырсақ, екі жағы да оң болғандықтан тек қана осы x тең 5 деген вариант ғана сәйкес келеді. Яғни монотонды өспелі екенін пайдаланып тұрмыз ғой. Түсінікті ма сіздерге? Иә, түсінікті. Яғни функция өспелі болса, ол тек қана бір нүктеде ғана қиып өтеді деген ереже бар ғой, короче, бізде. Кеммелі болса да дәл сондай. Сол, осы бізде соңғы есеп болды. Енді білмеймін енді. Қалай болды? Енді кішкене жаңағыдай қателесіп жатырмын, енді кішкене емес, енді көп қателесіп жатырмын. Оқи алмай. Дәурен ағай, сізден бір өтініш отыр. Бағана бірінші есеп бар ғой, коэффициент деген ше. Соған қайтып кірсек болады ма негізі? Болады. Бар еді негізі соған байланысты. Айта беріңіз. Мысалға, бізде ABC коэффициент болса қалай болады сонда? Мысалға, A мен B саларының қасында X болатын жағдайда да? Қараңыз. A сосын X болсын, е? И B X болсын ба тоже? Сонда да X квадрат, сондайлар бар ғой. Айнымалы болса да. ABC өзі... ABC деген сан ретінде айтылып тұрса, параметр деп айтылса, онда X-тің орнына тек қана сіз ABC-ны параметр қана қалдыра саласыз, просто X-тің орнына бірді қоя саласыз. A саны A минус B 7C болып қалады болды. И осының 2023 дәрежесі. ABC-ның бәрі мәнін білмесек, оны таба алмаймыз. Біз не үшін X-тің орнына бірді қойдық? Міне, қазір қайталап айтайын. X-тің орнына бірді қойған кезде, міне, бізде жалпы полином дейді ғой. Иә. Деген дәрежесі.
не Көп мүше. осындай формула берілсе көп мүше. М. Иә. Осы жерде x-тің орнына 1-ді қойып көрсек, онда не болады? 1-дің n дәрежесі болады, иә? 1-дің n минус 1 дәрежесі болады. И осылардың барлығын қосқан кезде 1 мен a-ның an коэффициенті көбейтілсе, просто an-ның өзі шығады емес пе? И мына жерде an минус 1-дің өзі шығады. И мына жерде коэффициенттің өзі шығады. Мынада да коэффициенттің өзі шығады. Сонда берілген жаңа көп мүшелдің функцияның x-тің орнына 1-ді қойып шыққан кезде менде тек қана коэффициенттері ғана қалып қалды. Көрдіңіз бе? М. И солардың қосындысы как раз таки 1-ді қойған кездегі қосындысымен бірдей болады. Мысалға, Дәурен ағай, мынандай есептер бар ғой. Мысалы, x плюс 3-тің 100 дәрежесі деге, соның мысалға 3-ші орында тұрған мүшесінің алдына коэффициентті тап деген есептер бар ғой негізі. Сол келе Ол ме? уже Ньютон биномымен кетеді, ол бұған келмейді. Биноммен шығарамыз ғой, не? Иә, оны тек сонымен шығарасыз. Жақсы, рахмет. Тек қана коэффициенттердің қосындысына ғана келеді. И мынандай болуы мүмкін бізде. Дәрежелеріне байланысты. Жұп дәрежелерінің коэффициенттерінің қосындысы деген бар. Жұп дәреже коэффициенттері. Және тақ деген бар. Оларды тоже ажыратуға болады. Мысал келтіріп беріңіз. Осы бар ғой, районный олимпиаданың есебін қарасаңыз, бір жылдарда бар как раз. Жұп дәрежелі, тақ дәрежелі деген. Туындысының деп тұр, бірақ ол жерде функцияны. Осында көп мүше берілгенде, соның туындысының жұп дәрежелі коэффициенттерінің қосындысы деп тұр ма, сондай, короче. Туындыға да осы формуланы қолдана береміз ғой, е? Туынды арқылы тап десе. Туындысын тауып аласыз да, сосын жаңағыдай 1-ді қойып кете бересіз ғой. Иә, түсіндім. Енді қараңыз, жұп дәрежелі болса қалай болады, тақ дәрежелі болса қалай болады. Жұп дәрежелерді анықтау үшін, жұп дәрежелі нешеу екенін анықтау үшін. Так, біз былай жасаймыз. P1-ді тапқан кезде біз нені тауып аламыз? Коэффициенттердің қосындысын тауып аламыз, е? Иә, P1-ді қойған кезде менде барлық коэффициенттерінің қосындысы шығады, иә? Иә. Так. Так, енді мен P минус 1-ді тапсам не болады? Сұрақ. Минус біреуі бір коэффициенті плюс, бір коэффициент минус бола ма алдында? Иә, дұрыс айтасыз. Бір коэффициенті плюс, бір коэффициенті минуспен болады, иә? Получается, жұп дәрежелілері не болады? Жұп дәрежелілері. Минус бола ма? Жоқ. Жоқ. Жұп дәреже минус 1-дің жұп дәрежесі плюс болады ғой. Яғни жұп дәрежелі коэффициенттер нақты плюспен сақталып қалады. Түсініп тұрсыз ба? Иә, түсіндім. Ал тақ дәрежелілері минус болып кетеді. Содан біз мынандай жасаймыз. P1 қосу P минус 1 десек, не болып кетеді? Тақ дәрежелері жоқ болып кетеді, дұрыс па? И осыны 2-ге бөлген кезде бізде жұп дәрежелер бар. Күшті екен. И тақ дәрежелерді табу үшін просто азайтып 2-ге бөлесіз. P1-ден P минус 1-ді азайтасыз да 2-ге бөлесіз. Бұл тақ дәрежелі коэффициенттердің қосындысы шығады. Все. Рахмет. Жақсы. Айна P1 дегендер не нәрсе? Так. Көп мүшеге бір қоясыз ғой. Көп мүшенің мәні. P деген ол функция ғой. Жарайды, бір санмен көрсете салайыншы просто. Мына қараңызшы. X плюс 5-тің квадраты просто әріппен түсінбей қалуыңыз мүмкін. X плюс 5-тің квадраты деген зат бар ғой. Осы жерге X-тің орнына 1-ді қойып тапсаңыз да, бүкіл коэффициенттердің қосындысы шығады негізі. Міне 1 бар, 10 бар, 25 бар ғой. Қосқан кезде менде 36 шығып тұр, иә. Мына жерде 1 қосу 5-тің квадраты менде тоже 36 шығады. Көріп тұрсыз ба? X-тің орнына 1-ді қойып жүрсе, менде как раз сол көп мүшенің коэффициенттерінің қосындысы шығады. Бүкіл көп мүшенің. Ол даже x минус 25 деп тұрса да, қосылған x квадрат деп тұра берсін. Соның 500-ші дәрежесі болсын. Осы жерде сен x-тің орнына 1-ді қойып жесең, бәрібір сол бүкіл коэффициенттердің қосындысы шығады. Ашқаннан кейін коэффициенттердің қосындысы шығады. Өйткені ол айналып келген кезде бір какой-то бір формула шығады, онандай.
а x-тің дәрежесі болады n какой-то 500-ші 1000-ші дәрежесі болады, иә, оның коэффициенті бар, и дәл солай a n минус 1 x-тің n минус 1 дәрежесі, и солай кете береді, соңында a0 бір какой-то көп мүше шығады, иә. И сіз x-тің орнына 1-ді қойып шықсаңыз, бүкілінде тек қана коэффициенттер ғана қалады ғой, не? an ғана қалады мынадан an минус 1 болады. Өйткені 1-ге көбейтсек an-ның өзі шығады. 1-ге көбейтсек қайттан an минус 1-дің өзі шығады. И соңында a0-дің өзі шығады. И осы коэффициенттердің қосындысы шығып тұрған жоқ па менде 1-ді қойған кезде? Так, түсінікті ма? Соңғы сұрағым. Иә, түсінікті, рахмет. Минус 1 болғанда қалай? Минус 1 болғанда қараң. Минус 1-ді қоям ғой, x-тің орнына минус 1-ді. Не болады? Жұп дәрежелеріміз, коэффициенттеріміз өз несін сақтайды. Яғни x-тің дәрежесінде квадрат тұрса, мұнан ішіне минус 1-ді қоям ғой x-тің орнына. Онда a коэффициенті өзгермейді. Таңбасын өзгертпейді. Ал тақ дәрежелер, наоборот, таңбасы ауысып кетеді. Түсінікті ма? Қарама қарсы. Сол үшін p минус 1-ді не қылған кезде, қосқан кезде менде жаңа тақ дәрежелеріміз азайтылып кетеді ғой. Тура соның қарама қарсы болып кетеді ғой. Жұптар қалады сонда. Иә, тек қана жұптар қалады. Бірақ жұптар қайталанып кеткендіктен біз 2-ге бөлсек, тек жұп дәрежелі коэффициенттердің қосындысы шығады. Ал азайтып 2-ге бөлсек тақтар шығады, иә? Иә. Азайтып 2-ге бөлсек тақ дәрежелер шығады. Сол. Бұл бізге тоже матрикатада келген есептер ғой. Осымен аяқтайық енді. Қазір мен өше салайын. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар. Рахмет. Жібере салыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.